Абайды тану, қазақты тану, қазақ халқының мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан рухани болмысы мен мәдениетін тану. Абайдың сөзі бұл ақыл мен әділдікке құрылған мәңгіліктің сөзі. Ойшылдың бар ғажабы да осында жатыр. Армысыздар, құрметті көрермендер, бұл Асыл мұра бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты Әбілов Алдажар ағай. Қош келдіңіз ағай. Ал ағай, биыл қазақтың біртуар ақыны Абай Құнанбайұлына 175 жыл. 10 тамыз күні де ел президенті Абай күні деп бекітті. Күнтізбеде жаңа мейрам, халықтық мереке болып арнайы бекітілді бұл күн. Абайды танымайтын қазақ жоқ, өзіңіз білесіз. Әрбір адамның өзінің абайы бар, өзінің көңілінде, өзінің санасында өзінің абайы бар, өзінше таниды, өзінше біледі. Ал сіздің сана биігіңізде Абай кім? Қош көрдік. Ассалаумағалейкум, қалың көрермен. Өздеріңізбен теледидар алдында эфирде жүздескеніме қуаныштымын. Иә, әйгерім, Абай әркімнің өз абайы бар деген әңгіме көкейге қонады. Бірақ сол бүкіл адам, бүкіл қазақ Абайды қалай қабылдайды, қалай түсінеді? Бұл енді мәселе, үлкен мәселе. Менің ұғымымда Абай кейде айтады, заманнан озып туды дейді, бірнеше ғасыр бұрын туды деп жатады. Абай тіптен бөлек. Бұл ғасырлармен шектелмейтін сияқты. Абайдың дүние танымы, Абайдың өмірге көзқарасы, Абайдың айтқан өсиеті, Абайдың поэзиясы, Абайдың әні деген толып жатқан жалпы Абай әлемі, бұл қазақ бар жерде мәңгі жасайтын. Сонау ықылым замандарға кетіп қалған дүние сияқты. Енді осы тұста анау Ахмет Байтұрсыновтың қазақтың бас ақын атты мақаласынан бастап 14-ші жылғы жаңа Нәзипа Құлжанованың Абайға арналған, Абайдың қайтыс болғанына арналған, 10 жылдығына арналған әдеби кеште жасаған баяндамасынан бастап көптеген еңбектер жазылды. Әр зерттеуші Абайға өз танымы биігінен келді. Әр қайсысы әр сала бойынша келді. Бірақ біз сол Абай әлемін тексеріп қарап бола алдық па деген сұрақ туған кезде, біз соның әлі ширегіне де жетпеген сияқтымыз. Көбіне құр Абай өлеңдерін жаттаумен қалып қоятын сияқтымыз. Абай күнін белгілеген құптарлық, қуаныштымыз. Бірақ жалаң насихаттан біз Абайды дәріптей алмаймыз. Абайды насихаттай алмаймыз. Абай бір қарағанда мынау адам кейпіндегі адам, кәдімгі адам, бірақ оның ақыл ойының деңгейі ол мынау періштелердің бер жағындағы дүние сияқты. Енді оны қазір әңгімеміздің барысында дәлелдейміз. Бұл үшін қалай болу керек? Абай әлемі зерттелу керек. Ол қалай зерттелу керек? Міне әңгіме осыдан туады. Бізде өлең тұрмас, сол қалпында алып қана қараумен қоя қоямыз. Шынтуайтында олай емес. Менің ұғымымда адамзаттың, адам баласының дамуындағы бір бағдаршам бұл әдебиет. Егер әдебиет өлсе, ол ұлт өледі. Мысалы, тіл сақталып қалу мүмкін, мысалы, латын тілі сақталып қалған сияқты. Ал әдебиет ол міне сол халықтың, сол ұлттың жаны, жүрегі. Біз осыны ұқпай, қазір әдебиет оқу деңгейін төмендетіп алдық. Абай да соны. Абай жан-жақты ғой. Қанша дүние бар онда. Абайдың бүкіл тұрмысы, жағдайы, барлығы жақсы. Қалай оқимын десе де, басқа нәрсемен айналсам десе, билікке барам десе де барлығы. Бірақ Абай әдебиет таңдады. Бұл Абайдың сол адамзаттың дамуындағы үлкен бағдаршам әдебиет екенін түсінгендігінен. Бұл үлкен дүние. Мұның өзін арнайы зерттеу ретінде қарауға болады. Мен бір ғана мысал айтайын. Мысалы, біз фантастика деп қарай саламыз. Біздің қазақ әдебиетінде өз бір кешендеу келе жатқан жанр. Орыс, Европа әдебиеттерін қарасақ, мен басқасын айтпай-ақ қояйын. Толстойдың инженер Гарриның Гиперболоид деген шағын дүние шыққаннан кейін қиял болып көрінді. Кейін 50-60 жыл өтпей-ақ лазерлік қару, лазермен ота жасау өмірге келді. Мен сол оқушы кезімде оқып, Беляевтің ауа саудагері, ойпырмай мынандай бола ма екен дейтінім, қазір ауаны сата бастады Қытайда. Көрдіңіз ба? Бұл мысалы профессор Дауэльдің басы, Беляевтің. Дене мүшесін жаңағы
салу екінші бір адам. Таңғаларлық нәрсе, бұл әдебиеттің мына өмірден ғылым мен техникаға жетекшілік рөлін көрсетеді. Анадан рухтанған ғалым өмірге талай нәрсе алып келуі мүмкін. Абай осыны білді. Бұл кез келген адамның, кез келген ақынның айтқанда қолынан келмейтін нәрсе. Біртуар деудің өзі де Абай үшін аздық ететін сияқты кейде. Біз айтамыз ғой, ол ақын дейміз. Соның өзі де әбден жаттанды болып бара жатыр. Енді жаңа мен айтып қалдым, зерттеу керек деп. Қалай зерттеу керек? Сіз өлеңді оқып қойсаңыз, тек оқырман ретінде қаласыз. Ал осыда не айтылды екен десеңіз, міне зерттеуге барасыз. Көрдіңіз бе? Мысалы, жел үстінде жарғай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың маңы терең сай, тасқан өзен гүрілдеп. Бір қарағанда ештеңе жоқ. Ал енді сұрақ туады. Сіз енді ары қарата зерттеуіңіз керек. Абай қайдан келе жатыр? Мынау қоғамдағы жағдай, адамзат баласындағы төңірегіндегі нәрсенің бәрі мазасын, санасын сарсылтқан Абай түннің ішінде шықты далаға. Көрдің ба? Сол ауыл отырған жерде үлкен жайылып жатқан су. Судың, айдың сәулесі дірілдеп тұр. Содан жоғары қарата өрледі Абай. Өзенді көрген жоқ Абай. Ауылдың маңында ар жағында оның гүрілі келіп тұр, тасыған өзен гүрілдеп дейді. Ал егер екеуінің орнын ауыстыратын болсақ, ауылдың маңы терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, жел үстінде жарғай, сәулесі суда дірілдеп, тіптен басқа нәрсе не болып шығады. Өйткені жаңағы өзен гүрілдеп тасып жатса, онда су дірілдемейді ғой, онда секіріп тұрады кәдімгі ойнақ шығып. Міне біз әр нәрсеге осылай келуіміз керек. Сонда сол өлеңді осылай қараған кезде ғана біз Абайдың жанын түсінеміз. Абай түн ішінде осылай келе жатыр екен ғой, мынау екен ғой. Міне осымен келгенде мынау үлкен ұлы ақындарға тән ой тербеу, қиналу, өз үшін емес, ұлт үшін, ұрпақ үшін, адамзат үшін, өнер үшін қиналуды көреміз. Мысалы, Гетеде дәл сондай. Түнде жаңа түнгі жолаушының өлеңі деп жүргеніміз Кезбенің өлеңі деп те береді, қараңғы түнде тау қалғып. Дәл осындай бағытта өлең. Алла бір ұқсастық бар, бұл үндестік жөнінде де кейін айтарым. Міне менің ұғымдағы Абай бұл ұлылардың ұлысы болуы мүмкін. Ұлы деген тек қана жаратушыма айту керек деп жатады ғой Алла тағала. Міне сол екі ортадағы адам Абай. Бұл кемел адам деп жүргеніміз, толық адам деп жүргеніміздің барлығы осы Абайдың төңірегіндегі дүние. Абайдың айналасының, Абайдың жақындарының сыр елімен қарым-қатынасы, байланыс туралы жиі естіп жатамыз. Осы ақпараттар қаншалықты рас? Шын мәнісінде мынау арқа топырағы мен сыр елінің арасында, арқаның алпауыттары мен осы сыр елінің арасында байланыстар шын мәнінде бар ма? Енді Абай әулетінің сыр бойына қатысты дегенде, Абай ата бабасының енді бұл бұрыннан бар дүние. Құнанбайдың Меккеге бара жатқанда сыр өңіріне соғуы, Аппаз Мырқаға қонақ болуы, екеуінің жаңа Меккеге баруы, қонақ үй салдыру деген әңгімелер айтылып жүр. Бірақ бұл одан да бұрын байланысты нәрсе. Мына жерден сырдың бойынан көшкен қазақ анау Абай еліне тіпті одан да асып кетеді екен жазда. Мына жерде марқұм кеше ғана өмірден өткен Бөрібай Құлманов ағамызбен бір әңгімелескенімде, дарияның мына бетінде отырамыз, мұз түсіп кетпей тұрып, бер жаққа өтіп кетеміз дейді. Наурыз ғой сонда дариядан. Сөйтіп, анау Сарысуға барған кезде Наурыз мерекесін тойлайды екен. Содан ары қарата көшеміз дейді. Жаңа ит жеккенге шейін деп айтады, Сібірге шейін, тайгаға шейін барады да, бер қарата қайтқанда Қаракөзде келіп, Қараөткелге қазіргі Астана ғой. Сол жәрмеңкеге қатысып, малын азық қылып, сөйтіп бер қарата келеді екен. Сөйтіп Сарысуға келгенде қар жауады екен, қараша ғой алғашқы. Сөйтіп жақындап келіп, мұз қатқанда дарияның мына бетіне өтеді екен. Міне халықтың көшуі, малдың жайымен көшіп барып отыр. Ол кездегі мына өлеңде өнердің біздің араласып жатқандығы, өнер адамдарының, басқаның, палуандардың, тағысын тағалардың табиғи іріктеуден өтуінің барлығы осы елдің араласуына байланысты. Және екінші бір жағдай, елдің көшуінде бұл қиын жағдайға байланысты. Мәселен, Ақтабан шұбырындыда Тобықты бер қарата көшкен, ауып. Сөйтіп осы оңтүстікке келіп, одан мынау Арал өңірі, одан Ырғыз арқылы еліне қайтқан. Аталарының Ырғызбай аталу себебі, одан Өскенбай,
одан Құнанбай, Құнанбайдан Абай. Мұны кезінде Қадыр Мырзалиев ағайымыз, біздің ұстазымыз, сол кісі ұзақ әңгімелейтін. Соны бір кездескенде Ақселеу Сейдімбеков ағаммен, аға осылай деп Қадыр ағайдан естіп едік, бізге айтып еді дегенімде, Ақселеу ағам күліп, бой бұл тобықтылар көшіп барғаннан кейін малға жер жоқ қой, қоныс. Сол нағашы жұрты Наймандарға барып, мына жерде біз бір жаз жайлай отырайық деп қоңысы болыпты дейді. Сөйтіп бір қойды сойып, қойдың құйрығын шүбірекке орап, ана өзеннің бас жағына тасқа бастырып қойыпты дейді. Қу қой дейді. Сонда әлгі қалың Найманның қаптаған жылқысы келіп су ішпейді екен дейді, әлгі иістен. Сөйтіп Наймандар мына жер бізге құт болмады, жылқымыз өлетін болды деп, тобықтыларға тастап ары қарата көше береді екен дейді. Аналар кеткен бойда алып қояды екен құйрықты. Сөйтіп өздеріне жер қылып ала берген екен деп Ақселеу ағам бір әңгіменің шетін шығарған. Сөйтіп айтып келіп, өзі қызық еді ғой ағаның әңгімесі. Мына шыққыр көзім сондай текті жылқы баласының итаяқтан жуыншып тұрған көзім көрді ғой деп Ақселеу ағам айтып отыратын. Міне мұны айтып отырған себебіміз бұл Абайдың арғы бабаларының бәрі осы оңтүстікпен байланысты болды. Тіпті белгілі өлкетанушы Тәңірберген Мәмиев айтып отыратын осы әжесі тобықты руынан. Осы мына Қаратерең өңірімен байланыс сол мен Абайға жиемін деп қалжыңдап отыратын. Бұл енді болған дүние. Бұны енді біз Абай әлемін зерттеуде өз алдына үлкен тақырып етіп зерттеуіміз керек. Оның жаңа келген маршрутын сызып, қай жылдар, қай жерге барып отырған, қоныстанған деректермен дәйектеп, сонда міне бөлшек-бөлшек емес, анау Семейдікі, мынау сыр бойынікі деп емес, тұтас бір қазақтың шаруашылыққа байланысты көшуі, түрлі оқиғаларға байланысты көшуі, қоныс аудару деген мәселелердің бәрі ашылған болар еді. Міне Абайдың осы сыр өңіріне қатыстылығы бұл екінші бір мәселесі. Үшіншісі енді Құнанбайдың сыр өңірінен, Түркістаннан Әуез Қожаны бал оқытасын деп алып кетуі бар енді. Бұл да осы сыр өңірінде үлкен діни, ислами мәдениеттің барлығын, діни ағартушылық бағыттың барлығын білгендіктен. Бұл сол жаққа өте қат еді. Көрдіңіз бе? Міне осының өзі, сол жақтан мысалы Мұхтар Әуезовтердің шығуының өзі бізбен осы арада үлкен байланыс. Бұл әлі түрен түспеген тақырып деп есептеймін. Өйткені мұны ешкім әлі қозғай қойған жоқ. Мұны әлі қарай беру керек. Ғылыми зерттеудің нысаны болу керек деп ойлаймын. Шыңғыс Айтматов Абайды әлемге ашылған терезеге теңейді. Және оның жаны осы жаңарып жатқан дүниені алыстан сезе білді деп те баға береді. Жалпы Абай Пушкин, Гёте, Лермонтов сияқты ұлы тұлғалардың өз заманындағы осы далалық бауырласы бола білді. Жалпы осы аударма саласына Абай қалай келді? Ең алғаш орыстың шығармаларын орыс әдебиетімен 1882 жылы жіті танысып, осы Лермонтовтың Бородино деген өлеңін ең алғаш аударған екен. Жалпы аудармаға Абай қалай келді? Абай алғаш өлеңді 14 жасында жазды ғой. Бұл аудармаға бостан-бос келген жоқ. Мысалы, орыс тілінен аударған Крыловтың мысалдарын қарайтын болсақ, қазақтың сол тұстағы қоғамына қатысты, соларды қайтып түзеуге болады. Қазақтың бойындағы мінді, міне осыған қатысты ғана аударды. Кездеген нәрсені аударған жоқ. Және екінші, Абай өзінің жүрегіне жақындығын аударды. Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе, Абайдың өзі айтатын, сен білім сауатың болуы мүмкін білімің, бірақ ол жүрекпен қабылдамаған білім. Ол білім емес, ешкімге пайдасыз білім. Зиянды білім. Көрдіңіз бе? Міне Абай осы тұрғыдан келгенде тағы да биіктікке шықты. Жаңа аудармалардың. Мен бір-екі мысал айтуыма болады. Мәселен, Абайдың Лермонтовтан аударған парусын алайық, желкен. Осыны Абай жалғыз жалау, жалтылдап деп аударды. Белеет парус одинокий в тумане море голубом. Қарасақ орысшасында Лермонтовта жалғыз желкен ағараңдайды тұманды көк теңізде. Абай жалғыз жалау жалтылдап тұманды теңіз өрінде деп берді. Былай қарағанда түк жоқ сияқты. Кейін Қасым Аманжолов аударды мына жалғыз желкен деп. Желкен деп аударды.
Соны салыстырып қарағанда аудармалардың абайдың кемелдігі, ақындық кемелдігі, тәржімашылық кемелдігі аңғарылады. Абайды бұл тұрғыдан келгенде, жаңа мен мына айтып қалдым, періште деп, сол деңгейге барады. Ол ана өлеңді бойына сіңірді. Сол өлеңнің бүкіл табиғатын алды да жүрегіне құйып 62 тамырына бойлатып жіберді. Осыдан келді де басқа бір құдірет дүние туды. Ана қараңыз, жалғыз жалау жалтылдап тұр. Тұманды теңіз өрінде, желкен емес. Неге Абай бұлай істеді? Абай теңізді көрмесе де, сулы жерде тұман өте төмен түседі ғой. Көк теңізде тұман өте түсіп тұр, тұманды теңіз ба? Енді желкен көрінбеуі мүмкін. Көрдіңіз ба? Жоғар жағында жалау көрінуі мүмкін. Абай соны оқып тұр, көкірегімен. Ана жалғыз жалау жалтылдай жалт-жұлт етеді. Тұманды теңіз өрінде. Теңіздің өр дегенне Абай теңізді көрген жоқ. Бірақ көкірегімен кім білген, анау тылсым дүние Алла тағаламнан түсті ме? Ана теңіздің ортасында кемеде келе жатқан адам, анау айлақ дейміз ғой, порт. Порт төменде жатқандай болып көрінеді, шамдар жарқырап. Себебі толқын көтеріп отырады оны. Көрдіңіз бе? Сен төменде тұрсаң айлақта, кеме ана жақта биікте келе жатқан сияқты, өрде. Өзі табиғаттың заңдылығы. Алла тағаламау деймін, кейде Абай осыны қалай білген. Бұл Лермонтовта жоқ. Міне Абайдың кереметтігі. Әлгі анау тек бір салына айтыла салған дүние сияқты болған мен өлең. Жаңа тұманды теңізде, көк теңізде жалғыз желкен жалтылдайды дегенді, мынада түптен бөлек дүние қалып келді Абай. Міне Абайдың құдіреті деп отырған. Келесі бір мысалға көшейік. Жаңа Абайдың өзі айтқанда, енді оған тағы да қайтып келерім. Мысалы 1778 жылы Рейн өзені бойында бір деревняда жаяу қыдырыстап жүргенде Гете үйдің қабырғасына, бір шаруаның үйінің қабырғасына осы өлең жазып кеткен, қараңғы түнде тауға алыпты. Ол немісше оқыған жоқ Абай, Гетені көрген жоқ. Сөйтеді Лермонтовтан аударды. Қараңғы түнде тау қалып ұйқыға кетер балбырап, даланы жым-жырт дел салғып, түн басады салбырап. Абай. Ал кімде? Лермонтовта спит горные вершины. Таудың қалғып деген әңгіме жоқ. Абай осыны әкелді. Содан ойланамыз ғой, бұл неге бұлай болды екен деп. Кейін неміс тілі мамандарымен сөйлескенімізде, бұл Абайдың өлеңі тіке немісшеге жақын, өте жақын болып шыққан. Гетемен үндес. Гете деген бір ұлы ғой бұл. Мынау Абайдың, кешіріңіздер, Гете өзінің Фаустын француз Жерар деген аудармашы аударған француз тіліне. Соны оқып отырып, Гете таңғалған ғой. Мынау не деген қаламат мына Жерар? Мынаны оқығаннан кейін мен өзім немісше жазғанды оқығым келмей қалды деген. Аудармашыға одан артық не бақыт керек? Не атақ керек лауреаттық? Міне жетіп автордың өзі осылай деген. Міне Абайда да дәл сондай. Осы ұлылардың бір арасында үндестік бар сияқты. Жаңағы шаң шығармас жолдағы сілкіне алмас жапырақ, тыншығарсың сен дағы сабыр қылсаң азырақ дейді. Көрдіңіз бе? Сонда не айтқысы келіп отыр? Абай нені меңзеп отыр? Гете арқылы. Гете соны айтып отыр. Ол да түн кезіп жүр. Манағы айтқан ой. Көрдіңіз бе? Мазасыздық. Ел үшін, ұрпақ үшін, өнер үшін мазасыздану, ой кешу. Міне, осы жерден тағы көрінеді. Бұл енді Гетемен үндеседі. Көрдіңіз бе? Ұйқыға кетер балбырап. Картина жасайды. Неге жол шаң шығармайды? Өйткені тым тырыс. Көрдің бе? Жапырақ сілкіне алмайды, бір басып тұр. Сен де сабыр қылсаң тын шығарсың дейді Абай. Гете сөйтеді. Енді осы жерде бір қызық нәрсе бар. Жаңа айтып қалдым ғой, енді Абайдың келесі бір әлемі бұл ән. Әнді сүйсең менше сүй дейді. Абай әнді керемет түсінген адам. Әндегі ырғақтылықты керемет, тақтыны керемет түсінген адам. Өз өлеңдерінде бұл жазып отырады Абай. Үлкен керемет әндер бар. Қалмұқан Исабаев айтады, сол Абайға көше берілгенде Абай штрассе. Мен сол осы жақтан запись жасап алып бардым дейді. Абайдың әнін. Сөйтіп үлкен жиыннан кейін Абайдың көшесі берілгенде сол жерде қойдым дейді дауыс. Содан жиын біткеннен кейін бір қалтыраған шал келді дейді. Қалағын айтам. Келіп, мына ән кімдікі деп айтты дейді. Абайдікі деп айттым дейді. Сөйтсем композитор екен. Гетеге әлгі өлеңге немістің бір композитор ән жазған екен дейді. Бір кереметтігі тура Абайдың қараңғы түнде тау қалғып атты әніне ұқсас дейді әлгі ән.
Қалмұқан ағам тіпті таң қалады, алла, біреу ана жақта жатыр, біреу мына жақта жатыр. Міне көрдіңіз бе? Енді осы жерде Шамши ағам айтатын ән алладан деп. Көрдіңіз бе? Бір үндестік ұлылардың арасында таң қалатын жағдай міне. Енді жаңағы абай айтты, көп дүниеларды аударды. Оның бәрін енді біз қазір бір шамалы уақытта айтып өте алмаймыз. Бірақ абай дүниесі дегенде мынаны ойлану керек. Абай ғылым таппай мақтанба деді. Абайдың әр өлеңі дәл осы қалпымызда емес, бұдан пәленбай есе өскенде де біздің халық үшін сілтеме сияқты бағдаршы. Осыдан пәленбай жыл бұрын айтты абай, ғылым таппай мақтанба деп. Біз әлі сол қалпымызда келе жатырмыз. Біздің мақтанышымыздың шегі жоқ. Ал мақтану, абай бұрын айтқан жаңағы, өсек өтерік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Мақтанудың соңы іштарлыққа, біреуге қиянат жасау болып келеді. Өйткені сен мақтанғың келеді, сенің мақтаныңды біреу жоққа шығару мүмкін, енді оны саған кедергі жасайсың, қиянат жасайсың. Көрдіңіз бе? Абай осының барлығын білді. Қазір кейде енді асы болса қайттық, қорықтық Құдайдан, кейде мақтанып атамыз ғой, керемет, біз өйтіп атырмыз, жылда бүйтіп атырмыз деп. Жаның ауырады. Өйткені бір машинаға ине шығаратын, қазақша көп жұрт айтып жүрген велосипед шығаратын зауыттарымыз жоқ қой енді. Ештеңе қалмады ғой. Бар дүниені кеше бір кезде өтпелі кезеңде қиратып бүлдіріп алдық. Осының барлығы енді қалай мақтанасың? Ғылымың қалай деп мақтанасың? Міне абай дейді. Әсемпаз болма, әрнеге өнерпаз болсаң арқалан дейді. Міне абай. Біз қазір өнерпаздықтан кем емес шығармыз, бірақ әсемпаздығымыз басып кетті. Бүкіл өнер адамдарының той қуып кеткені, тағысын тағалардың барлығы жаныңды ауыртады. Тіпті ақылға сыймайтын ұғым қалыптасты, сөз қолданыс. Тойшыл қауым деген. Ой Алла, бұл не деген сұмдық? Қойшы деген болатын еді, ойшыл деген болатын еді, тойшыл деген той бағырып жүрген қалып қана мені бұл. Көрдіңіз бе? Мұның барлығы кеше абай заманында айтып кеткен дүниелер. Абайдың мұны көрегендігі дейсің бе? Абайдың даналығы дейсің бе? Мұның барлығы осы абайда тұр. Мен етек жеңімді жинайын, мен келешекке ұмтылайын, мен өмірге босқа келіп, босқа кетпегенімді дәлелдеймін деген адам үшін абай асы болсам қайттым, қорықтым, Құдайдан құрамымен бірдей абай сөзі. Абай даласында өлеңін, кез келген өлеңін, кез келген қара сөзін қараңыз. Мұның керемет сол. Жаңа айттым ғой, әдебиетті адамдық дамуға бағдар беретіндей деңгейге жеткізген абай. Жалпы қазір кейде мені ойландыратын нәрсе, абайдың өлеңін жаттау керек шығар, жеткізу керек шығар, бірақ құр жаттаумен ештеңе бітпейді. Жаттайды, қалады. Жаттайды, қалады. Оны жүрекке сіңіру керек. Осындай болмағаннан кейін біз кейін қателік көрінеміз. Әлі қазақ өлеңіне біз мәтінге дұрыс барып отырған жоқпыз. Мысалы жаңағы біреу айтты екен деп, оның атақ дәрежесі болуы мүмкін, ғылыми бірдеңесі. Мынау осылай екен деп айта беруге болмайды. Мысалы жаңа ереу еңке-өңке жер шалмай, ереуілатқа ер салмай Махамбетте. Тебінгі терге шірмей, терлігі майдай ермей деп жүрміз ғой. Бұл логикалық қарсылық. Май ерейді деп бере салды, ауыл негіз әрімей ғой. Терлік деген киізден жасалатын жаңағы аттың әбзелі жаңағы тоқымның астынан аттың терін сорып тұратын. Бұл терлік іріп кетеді кәдімгі. Өзіміз енді малдың арасында өстік қой. Бала күнімізден аттың үстінде өстік. Сон кейін ойланып қараймын, майда әрген. Сүт түрітеді, ірімшік жасайды. Майды тортасынан айырады, кәдімгі ірімдік болып. Міне Махамбет соны айтып жатыр. Қазіргі балаға біз ермей деп түсіндіреміз де, бүкіл Махамбет өлеңі тіптен басқаша болып кетті. Әлгі айтылған дүние, жанды сөз, жанды сурет басқаша. Түсініксіз деңгейге келді. Біз де мені қорқытатыны осы құр жаттап жүріп, осыдан айырылып қаламыз ба деген бір ой бар. Абай тануға қатысты. Екінші бір мәселе абайды насихаттауға байланысты. Мынау абай өлеңдерінде өзі бір бөлек
реформатор ғой абай, қазақ поэзиясына жаңашылдық, көп жаңашылдық әкелген. Сондағы кейбір өлеңдерді біз мынау ұят деп оқу бағдарламаларына қоспаймыз. Орыс әдебиетін қарап отырсақ, тіптен любовный поэзия 18 век, любовный поэзия 17 век беріп жатыр ішінде. Ештеңесі жоқ, өнер ғой. Ал сен суретшінің жалаңаш әйелдің суретін салып қойдың, ұят деп білмеуің керек па? Көрдіңіз ба? Біз түсінбейміз ба, білмеймін. Кейде мені таңғалдырады. Мысал жаңағы иығымда сіздің шаш, айқайласып тайталас, ләззат алсақ болмай ма? Көз жұмулы көңілмас. Абай, айттым сәлем қалампас қой. Сізге құрмет, сізге ықылас, осы сөзім бәрі рас. Тар төсекте төсіңді ескерме жалаңаш. Ал қараңыз. Қадыр Мырзалы ағам айтады менің. Ойбай-ау, абайға шейін тар төсек деген бір түрме, зындан жағдайында айтылатын. Абай әкеліп мына жерге сал жіберіп еді махаббатқа. Бұл бөлек дүние болып шықты дейді. Ал осыны қазір кейде студенттерге айтсаң, анайлық. Анай айтып отыр деп. Кейін қарасам, 23-ші жыл Сәкен Сейфуллин жазған екен. Мына өлеңді анай дегеннің, анай деудің өзі жабайылық деп. Көрдіңіз бе, қараңыз. Осыдан тура 100 жыл. 100 жылға жақын уақыт бар. Біз сонда қазір мені ойландырады. Сонда біз кешегі осыдан 100 жыл бұрынғы кезеңдегі Абай поэзиясын түсінуден төмендеп кеткен жоқпыз ба деген сауал тұрда şimdi. Міне бізді ойландыру керек бұл. Біздің Абай тануымыз, Абайды насихаттауымыз мақсатты болу керек деп ойлаймын. Жалпы Абайды насихаттаудың енді біз бұқаралық ақпарат құралдарындағы талай сұхбатқа бардық, талай өзіміздің оқу орындарымызда айттық. Мынау музей қызметінің осы салаға атсалысып жатқаны мені қуантады. Кейде бізде түсінік бар, музей қызметкері мәдениет саласында жүргенменен музей қызметкері бұл ғылыми жұмыс. Бұл үлкен аса маңызды жұмыс және. Мынау сіздердің де еңбектеріңізге табыс тілеймін. Абай тану, Абайды насихаттау, Абаймен келесі кезеңге өтуді Алла нәсіп етсін. Солай болады деген үміттеміз. Жалпы кейде айтамыз ғой, 19 ғасырды Абай танытты ма, әлде Абай 19 ғасыр танытты ма, осы жері бір ойланатын нәрсе. Кейде Абайды алып тастасам 19 ғасыр болмайтын сияқты. Көрдіңіз бе? Бір қызық нәрселер бар. Сол Абай, сол бүкіл мынау жер бетінде қазақ ел тұрса, қазақ ұл тұрса, мәңгі жасай береді деп ойлаймын. Кейде енді осы тілшілерге де бір айтып қалатыным бар. Кейде мынау аспан асты ел деп айтады Қытайды. Сонда қалғандар аспанның үстінде жүрме дейміз ғой. Мынау аспанның, күннің аспанның астында, жердің бетінде ұлтымыз мәңгі жасай берсін, халқымыз, қазақ елі алға қойған міндеттерді жүзеге асыра берсін, жақсылықта болайық, амандықпен жүздесейік. Ағай, уақыт тауып Абай туралы ойыңызбен бөліскеніңіз үшін көп-көп рахмет. Ғылым жолында толағай табыс тілейміз, шығармашылық шабыт тілейміз. Деніңіз сау, отбасыңыз аман болсын. Абайдың армандары бұл бір ғана ұлттың мұраттары ғана емес, бүкіл адамзаттың санатын ұстанымы болуы тиіс. Осымен біздің бағдарламамыз тәмам. Келесі кездескенше аман сау болайық. Thank you.